Баршаңызға сәлем. Сәлем достар, және бүгін сіздермен Talk to Talk подкаст шоуы мен Дәмелі және мен Азиза. Сіздерді көгілдір көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Дорогие дамы, поздравляем вас с вашим любимым праздником 8 марта. Пожалуйста, оставайтесь такими же нежными, красивыми, добрыми, покладистыми. Знайте свое предназначение в жизни и вдохновляйте своей красотой. Әрине. Бірақ сіздер біз бұл выпускты осылай бастайды деп ойладыңыздар ма? Әрине жоқ. Бүгін біз сіздер үшін осындай керемет мерекенің түпкі тарихын талқылап, сіздерге сіз бұрын білмеген ақпаратты беріп, 8 наурыз мерекесінің қаншалықты маңызды екенін түсіндіріп, қазіргі таңда өтіп жатқанын айтатын боламыз. Смотрите данный выпуск до конца, потому что в конце мы расскажем о новых возможностях для наших юных девочек в проектах научных STEM. И мы поделимся различными конкурсами и олимпиадами, чтобы вы занимались своими научными работами. И давайте начнем. Да? Да, теперь что мы говорим? Я начну. Давай. Қазіргі таңда арулар күні мен көктем мерекесіне айналған бұл күннің тарихы өте терең. Негізінен мерекенің түбі саясатта екенін сіздер білдіңіздер ме? Білмеген шығарсыздар. 1908 жылдың 8 наурызы Нью-Йорк қаласында 15.000 әйел адам митингке жиналған. Бұған себеп болған 16 сағаттық жұмыс күні, жұмыс орнының сапасының төмен болуы және жалақының мүлдем өмірге жеткіліксіз болуы. Және оған қоса әйел адамдардың сол кезде сайлау құқығы жоқ болуы. Елестетіп қараңыздар. Сол кезде ер адамдармен тап сондай жұмыс, тап сондай уақыт жасап жүрген әйел адамдар оларға қарағанда жалақыны өте төмен алатын болған. Оған қоса тіпті сайлауға құқығы болмағандықтан әйел адамдар наразы болып өз құқықтарын қорғағысы келіп, сондай митингтерге шыққан. Именно так началась история международного праздника 8 марта. Уже 2 года спустя на Международной конференции трудящихся женщин Клара Цеткин предложила идею провести ежегодный день протеста и борьбы за права женщин. И на данной конференции ее идею поддержали 100 женщин из 17 стран. И с тех пор данное событие отмечается 8 марта, но изначально оно отмечалось в последнее воскресенье февраля. Бекітілген күннен кейін алғаш рет әйелдер құқығын қорғауға бағытталған күн 1911 жылы Аустрия, Дания, Германия және Швейцария елдерінде өткізілген болатын. Ал ресми түрде бұл күн өзіндік мереке атағын 1975 жылы Біріккен ұлттар ұйымының келісімі бойынша алатын болатын. Осылайша жыл сайын 8 наурыз күні бұл мерекені біз тойлап отырамыз. Ал Біріккен ұлттар ұйымының жоспары бойынша әр жыл 8 наурыз күні өзінің тақырыбына ие болатын. Алғаш рет осындай тақырыптар 1990-60 жылы көтерілетін болатын. Алғаш рет оның тақырыбы өткенді тойлап, болашақты жоспарлау деп аталатын. Ал биылғы жылдың тақырыбы digital, яғни гендерлік теңдікті қамтамасыз етуге бағытталған технологиялар мен инновациялар деп аталады. Оның ішінде онлайн платформалар, интернетте әйел адамдардың қауіпсіздігі деген тақырыптар көтеріледі. Оған қоса түрлі диджитал проекттер, жобалар, стартаптар қарастырылады. Так, мы поговорили об очень интересной истории данного праздника, но что значит сейчас? Как празднуется данный праздник сейчас и ценится ли он так же, как тогда? Сегодня, к сожалению, данный праздник потерял свой политический настрой, и на данный момент данная политическая история его уже не так сильно ценится, как раньше, и сейчас принято отмечать данный праздник в кругу семьи, друзей, коллег, с цветочками на столе, где вам дарят подарки, говорят пожелания и дарят клубнику в шоколаде. Но на данный момент также существует множество
феминистических движений, которые все еще показывают политическую направленность данного праздника и поднимают важные проблемы женщин. И одним из ярких примеров феминистического движения является женский марш, проведенный в Казахстане в 2020 году. Шынын айтқанда, бұл мерекенің қазіргі таңдағы өткізілуі, әсіресе оның Қазақстандағы жайы көңілді толтырмайды. Неге? Азиз айтқандай, 2020 жылы Алматы қаласында феминистік ұйымдардың арқасында әйелдерге арналған әйелдер маршы өтті. Бірақ дегенмен оған да қол жеткізу оңай болмады. Өйткені бұл марш 2017 жылы алғаш рет өтті. Кейін 2020 жылы оған үкімет келісім бермеген. Яғни несанкционный дейді ғой, солай өткен. Ал кейін 2021 жылы ол үкіметтің келісіммен өткізілген болатын. Және де бұл әйелдер үшін, бұл маршты ұйымдастырушылар үшін бұл керемет жаңалық болды. Өйткені үкіметтің келісім бергені жақсы белгі болғандай болатын. Дегенмен өкінішке орай 2022-2023 жылдары марш өткізілмей қалды. Бұған себеп акиматтың айтуы бойынша жолдарды өңдеу және де басқада мерекелік шараларды өткізу. Бұл жылы ұйымдастырушылар қайтадан осындай сөздерді естуде. Яғни бүгін 8 наурыз күні 2024 жылы өткізілу керек марш өткізілмей қалуы да мүмкін. Данный марш проводится 5 феминистическими организациями, такими как Казфем, Фемпойд, Свет, Фемагора и Феминита. К большому сожалению, акимат закрыл глаза на важность проведения данного марша как и в этом году, так и в последние 3 года, прикрываясь такими проблемами, как ремонт дорог и проведение культурных мероприятий. Но также, кроме этого, они успешно закрывали глаза и на другие социальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, одним из которых является домашнее насилие. Қазақстан Республикасының ресми статистикасы бойынша соңғы 4,5 жылдың ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылық себебінен 869 адам көз жұмған. Оған қоса 2086 адам ауыр денелік жарақаттармен полицияға шағымданған. Ал 2022 жылдың ішінде полицияға 115 мыңнан астам зорлық-зомбылық туралы хабарланулар тіркелген. К сожалению, Дамира, все верно. На сегодняшний день максимальное наказание за бытовое насилие – это административный штраф или арест, что эквивалентно краже жвачки в магазине. Настолько данная проблема недооценена. Именно поэтому стоит обратить внимание на данную проблему бытового насилия и задуматься о ней серьезнее, ведь пустые обещания реформ не исправят издевательства над женщинами. Я, Азиза, сен дұрыс айтасың. Өкінішке орай қазіргі таңда бұл мәселенің статусы біртүрлі төмендеп бара жатқандай сияқты. Бірақ тұрмыстық зорлық-зомбылық және де көшеде әйел адамдардың өздерін қауіпсіздікте сезінбеуі бұл өте үлкен мәселе. Бірақ қуантатыны ол әйел адамдардың қазіргі таңда қорықпай, шағымдарын айтуы және де полицияға хабарлаулары. Оған қоса біздің сізге хабарымыз, месседжіміз десек, ол өз құқықтарыңызға кім болсаңыздар да, сіз баласыз ба, қызсыз ба, өз құқықтарыңызды ұмытпай, оларға күресуге ұмтылыңыз. Девочки, сейчас как никогда у вас очень много возможностей, и поэтому пользуйтесь каждым. Начиная с детства, вам, возможно, говорили, что наука и другие дисциплины не подходят для девушек, но все уже не так. Сейчас именно вы решаете, что и кем вы хотите быть. И на данный момент Women in STEM — это очень развитая сфера, и вы можете выбирать свою карьеру в любом направлении. И как мы обещали в самом начале данного выпуска, мы поделимся с вами конкурсами, в которых вы можете поучаствовать. В основном они сделаны специально для девочек. Олардың ішінде жастардың арасында кең таралған, менің ойымша, Technovation Challenge және Technovation Girls. Бұл стартаптар байқауы тек қыздарға арналған. Ал егер сіз мысалы информатика және де программалау жағынан қызығатын болсаңыздар, онда сіздерге Girls Who Can Code деген конкурс бар.
соған да тіркеліп қарасаңыздар да болады. Также есть такие конкурсы, в которых можете участвовать. Они называются Google Science Fair, Diamond Challenge, European Union Contest for Young Scientists и UNESCO International Day of Women and Girls in Science Awards. Все эти конкурсы доступны, и они ждут, пока именно вы будете участвовать в них. Толығырақ сіз видеоның астында описаниядан тапсаңыз болады. Ал енді құрметті қыздар, біз сіздерді осындай керемет мерекемен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Біздің ойымызша мерекенің маңызды тарихын ұмытпау керек, және де бұл тарихты жылдан жылға таратып келуіміз маңызды, және де оған сіз өз үлесіңізді қоса аласыз. Не забывайте достигать только самых высоких высот в образовании, в карьере и в других сферах. Именно вы можете продолжить путь и стать той самой inspiring для других девушек. Именно у вас нет горизонта, поэтому делайте все, что вам душе угодно, и становитесь той, кем вы хотите. Спасибо большое, что смотрели данное видео до конца. Мы очень ценим ваше внимание, ценим ваши лайки, комментарии и просмотры, поэтому отправляйте своим друзьям и желаем вам прекрасного 8 марта. Аналарыңызды, апа, әжелеріңізді, әйел ұстаздарыңызды құттықтауға ұмытпаңыздар, және де бұл күн ұмытылмастай өтсін деп тілейміз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Және де сау болыңыздар.